Сәлеметсіздер ме достар, немесе тыңдаушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл менің каналымдағы алғашқы видео, яғни мен бұны көріп отырсаңыздар, мен наконец-то бұны жүктедім. Просто осы уақытқа дейін мен көптеген видеолар түсірдім, бірақ ол нәрсені мен жүктеуге келген кезде іштен бір қорқыныш жібермей қала береді. Мысалы, өзгелердің ойы деген сияқты мәселелер өте қатты мені ұстайды, яғни. Ал енді жалғастыратын болсақ, мен бұл видеода сіздерге алдағы уақытта өздеріңізге керекті пайдалы нәрселермен бөлсем деген ойдамын, және ол жай ғана қарапайым мультфильмнен алған ойлар болады. Осы жылға дейін көптеген білімдерді алып, кітаптарды оқығандықтан, қазіргі кезде кинотеатрға барып келгеннен кейін менде екі күй болады. Бірінші күй ол менде кинодан ешқандай мән-мағына болмай, тек қана жаңағыдай арзан әзілдерге, арзан күлкіге арналған фильмдерде жай ғана разочарование, яғни көңілдің қалуы болады. Сол күймен қайтасың. Екінші күй ол менде дәл қазіргідей белгілі бір нәрсені жасауға бағытталған бір бағдар сияқты іштей бір жанған бір отты сезетін боламын да, сол отты қайтсам болады. Сол отты сіздермен бөлсейші. Енді қате айтқан сөздерім болса да барлығын түсіністікпен қарарсыздар. Келесі мен көрген мультфильм ол Аңдар шаһары. Аңдар шаһары екінші бөлім. Бұл мультфильмде көптеген эмоциялар болды. Енді бұл мультфильмнен нақты 3 алған менің инсайтым. Бірінші инсайт ол жерде командамен жұмыс істеген туралы, жануарлардың психотерапевтімен бірге олар разбор жасайды. Яғни ол жерде өте әдемі келтіреді полицейский қызметкерлерінің жаңағыдай жануарлар әлемі ғой. Сол жердегі бір-бірімен сәйкес келмей қалған жануарлармен қалай жұмыс жасау керек екенін, мысалы, ойлаңыздаршы, біз бәріміз білетін жануар піл мен тышқан екеуі бір-бірінен қорқады ғой. Енді тағы не айтамын? Негізін айтып ұмытып қала тұрмын. Сол кішігірім ғана тышқаннан піл қорқады да, сол нәрсені айтады. Ол сенің серіктесің, сен одан қорықпауың керек, оған сенуің керек деген сияқты. Ал енді жалпы басты кейіпкер олар түлкі мен қоян. Былай көзге елестеткен кездің өзінде түлкі мен қоян деген кезде біздің миымызға түлкі өте қу болып көрінеді, а вот қоян бізде андай қорқақ, аңқау сияқты болып көрінеді ба? Дұрыс па? Ол нәрсе бұл мультфильмде өте қатты жаңағыдай жойылады деп айтсам болады. Яғни олар бұл жерде командада достық өте маңызды және бір-біріңді қабылдау өте маңызды екенін айтады. Келесі, осы командамен жұмыс жайында жалпы соңына дейін сол нәрсені түсіндіруге болады. Екінші мәселеде олар мәселені шешу үшін өте көп қиындықтардан өтеді, алайда сол жерде түлкі екеуі бүкіл қаланы құтқару үшін бастарын қатерге тігеді, сол қатерге тіккеннен кейін ол түлкі айтады, осы нәрсе үшін өліп қалғанымызды қаламаймын дейді. Жай ғана қашып кетейік деген кезде қоян айтады, жоқ дейді. Егер әр жануар өз өздерін ойлап, әр нәрсе жаңағыдай, әркім, мен өзімнің түсінігім бойынша, адамдар бойынша айтсам, әр адам өз-өзін ойлап қашып кететін болса, онда әлемде жалғыздық басады. Яғни, саған біреу қастамшылық жасаса да, сен оған қастамшылық жасама дегенде, ол өте керемет жеткізеді ол жерде. Мәселенің соңын шешеді, екеуі бірге ол нәрседен шығады, қаншама қиындық болады. Соңындағы отрывогы енді білмедім, енді өте күшті болды. Оны осы жерде. Ты же меня знаешь. Я до последнего буду молчать, потому что просто я эмоционально незрелый источник твоего дискомфорта, который не умеет говорить о своих чувствах. Может, потому что я закоренелая одиночка, и это не оправдание. Просто я уже давно должен был сказать тебе, что ты лучшее, что случалось со мной в жизни. Но нет, я лучше пошучу про уши, скажу, что ты слишком стараешься, хотя на самом деле я просто за тебя очень переживаю, потому что никто в этом мире не значит больше для меня, чем ты, Джуди. Я правда слишком стараюсь, потому что боюсь, что иначе меня не будут воспринимать всерьез, из-за дискомфорт, потому что переживаю, что выгляжу слабой, а хочу выглядеть сильной. Кезекте бізде салыстыру туралы, яғни неліктен бізде төмен бағалау самооценка ұғымы, неліктен бізде төмен. Сол нәрсеге тоқталатын болсақ, достар, қараңыздаршы, ол жерде әдемі айтады, біз жануарлар әрқайсымыз әртүрліміз. Біз өте қатты мән береміз неге өзгелерден ерекшеленетін нәрсемізге. Ол нәрсені біз минусқа апарып, өзіміз жаман жағына көрсетпей, ол нәрсені біз плюске шығаруға әрекет жасап, ол нәрсені
пайдасын өзгелерге көрсете білгеніміз дұрыс деген сияқты өте керемет сөздерді жеткізген болатын. Сол нәрсені ойлана отырып, мен осы видеоны түсіруді өте қатты шештім. Қорытындылайтын болсам, яғни бұл мультиктен гөрі екеуінің бір-біріне келіп, ойларын ашып айтып, жеткізіп, жаңағыдай қоян өзінің қорқынышын айтып, ал өтіркі де оған жаңағыдай өзінің сезімдерін айтып, екеуі бір-бірін түсінген кезде мен қатты ойландым, неліктен біз де дәл солай жасай алмаймыз деп. Қарап тұрсаң, өте негізінде жеңіл нәрсе, бірақ ол өте қиын. Мен ойымша, біз бір-бірімізге өз сезімдерімізді ашық жеткізе алмағандықтан нақты шешім қабылдай алмағанымыз. Ал бүгін мультикте оны өте керемет жеткізді деп ойлаймын. Маған мультфильм ұнады. Егер мүмкіндіктеріңіз болса көріңіздер. А3 бүгін салам. Бұл алғашқы видео, көп сөйлемей-ақ қояйын. Келесі видеоларды барлығын жайлап жақсартамын деген үміттемін. Кішігірім болса да сіздерге пайдасын тигіздім деп ойлаймын. Көп сөйлеп кеткен сияқтымын. Тем более қобалжып тұрмын. Рахмет, достар.